Михаил Мудрик АПЛ лигасынан Францияға ауысқалы жатыр екен. Эрик тен Хагқа Манчестер Юнайтедтің басшылары біз сіз үшін тағы не істей аламыз деп тұр. Зинедин Зидан қызметін ауыстырып жіберді дейді. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, күнделікті қазақша футбол ақпараттарын жеткізетін осы алтын дау арнамызға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңызды сұраймыз. Ал қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып, бүгінгі жаңалықтарымызды біз бастаймыз. Ньюкаслдың бас бапкері Эдди Хаудың дәл қазір жартылай қорғаныспен басы қатып жүрген жайы бар. Себебі Тоналиді білесіздер, өздеріңіз 10 айға шеттетіліп кетті. Бұл футболдан, спорттан ставка қойғаны үшін. Енді оның орнына сапалы бір жақсы ойыншы алғылары келеді, және де оны Сауд Арабиясынан аламыз ба деген ойы бар. Аль-Хилалдың ойыншысы Рубен Невешті алғысы келеді деген. Енді бұл жайлы Эдди Хаудан Ньюкаслдың бас бапкерінен сұраған кезде Эдди Хау мынандай жауап берді: маған Сауд Арабиясы ма, Азия ма, қай жақ бәрібір. Маған жақсы ойнайтын ойыншы болса болды, оның қандай лигада ойнап жүргені маңызды емес. Біріншіден, менің командама көмектесе алатын ойыншы болса болды деді. Екіншіден, Рубен Невеш Вулверхэмптонда жүрген кезінен бастап бізге ұнайтын, және де қатарымызға қоссақ біз қуанышты болар едік деген сияқты жауаптарды айтты. Рубен Невеш өте тамаша ойыншы, оған Барселонада да қызыққан болатын, оған тағы да талай топ клубтар қызыққан болатын, бірақ та Аль-Хилалға кетті. Себебі ол жақта өте жақсы жалақы ұсынды. Енді Ньюкаслдың да ақшасы аз клуб емес, ең бай клуб қазіргі таңда. Сондықтан да Ньюкаслда оның ақшасын қатты төмендетіп жібермейді деп ойлаймыз. Және де Рубен Невеш Ньюкаслға келетін болса, Тоналидің орнын жоқтатпайтын ойыншы деп санауға болады. Лекюб басылымы, яғни франциялық басылым ресми деген ақпарат шығарды. Михаил Мудрик Монакоға келеді деген ақпараттар шығарып жатыр. Жалға барады, сатып алмайды. 1 жыл жалға барады, және де осы қыста кетеді деген ақпараттарды беруде. Енді негізінде менің ойымша дұрыс. Михаил Мудрикқа сәл төмендеу лига, және де сәл төмендеу клуб керек болып тұр. Себебі қысым аз болу керек. Челсида жүріп қысымы өте жоғары, не істеп не қойғанын ұқпай жатыр. Енді 100 миллионға алынған ойыншыдан міндетті түрде көп нәрсе талап етіледі. Енді Мудрикті бір 20 миллион евроға алатын болса, одан ешкім еш нәрседе талап етпейтін еді. Осы ойынында да шүкір деп жүре беретін еді. 100 миллионға алынған ойыншыдан міндетті түрде талап етесің. Міндетті түрде 100 миллионды ақтауын сұрайсың. Себебі енді 70 миллион евро былай берді, 30 миллион евро бонус ретінде берді. Ал енді Монако сатып алады дегенге сенбейміз. Сатып алса қаншаға сатып алады? Мысалы 100 миллион евроға алып, оған 20 миллион евроға сатпайды. Қазіргі таңда трансфер маркет порталындағы осы Мудриктің бағасы 45 миллион евро. Осы Челсиға келген беттен бері қарай 15 миллион евроға төмендеп кеткен бағасы. Енді шын бағасы қандай деп ойлайсыздар? 45 миллион евроға лайық па Мудрик? Лайық емес па? Жалпы сіздердің ойларыңыз өте қызық болып тұрмаған. Мудрикті қаншаға бағалар едіңіздер? Комментарияға жазып өтіңіздер, көрейік, тамашалайық, салыстырайық, бәріміздің ойымыз бір жерден шығады ма деп. Мен мысалы 30-35 миллион евроға бағалайтын едім Мудрикті. Челси демекші, Челси бүгін осы азуын айға білеген АПЛ-дағы бірінші орында тұрған Манчестер Ситимен кездесетін болады. Челси бүгін енді қолынан келгеннің бәрін жасау керек, Почеттино. Себебі енді Манчестер Сити бабында олар өзінікін бәрі бірде жасайды. Холланд бір голын салып тастайтын да шығар, тағы да бір емес бірнешеуін салама, бір құдай біледі. Жалпы енді бұл ойынға біз тоқталдық, қарадық, зерттедік. Бәрінің енді коэффициенті Манчестер Сити жеңеді, Манчестер Сити салады деген болжамдар соған келіп тұр барлық аналитиктардың да, эксперттарда. Енді біз керісінше кетсек па деп отырмыз. Челси клубына жақтассақ деген ойдамыз. Челси клубында реализация гол салу жоқ, бірақ та соққы көп. Сол баяғыдан бері кірмей жүрген голдар неге бүгін кірмеске? Неге бүгін гол салмайды? Челси клубы деген ойға тоқталып отырмыз. Өзінің үйінде намысты қолдан бермейді-ау деген ойдамыз. Почеттино да бүгін барын салады. Сондықтан да біз ештеңеге қарамастан бүгін Челси бір голдан көп гол салады деген ойға тоқталдық. Ал
1xbet бұған өте керемет коэффициент беріп тұр, 2-де 2. Ал ендеше ала қойыңдар деп тұр. Челси жоқ дегенде 1 гол салады. 1 гол салса қайтарып аламыз, 2 гол салса ұтып аламыз деген сияқты. Бүгін Челси барын салады, сондықтан да біз қорықпай ешқандай да осындай коэффициент алып отырмыз. Сіздер болжам жасап бәстігем десеңіздер, міндетті түрде 1xbet-пен тігулеріңізді ұсынамыз. Себебі ол жерде тәуекелсіз бәстер, ақшалардың қайтарылымы бар, және де алтын доп промокодымен кіретін болсаңыздар, сіздерге міндетті түрде бонустар беріледі. Бонустар берілетін сілтемені осы видеоның астына комментария бөліміне бекітіп қоятын боламыз. Достар, 1xbet-пен қашанда ұтыста бол. Джим Рэдклифф Манчестер Юнайтедтің 25% акциясын сатып алды деген ақпараттарды шығарған болатымыз. Сатып алды, бірақ та ресми түрде қол қойылған жоқ ешқандай жерге. Осы қазір алдағы ұлттық ойындардың кезінде Рэдклифф 25% акцияны ресми түрде сатып алады, және де құжаттарға қол қойылады. Содан кейін Рэдклиффта Манчестер Юнайтедтің жұмыстарына араласатын болады. Рэдклифф өзі Манчестер Юнайтедтің жанкүйері, сондықтан жанашыры деп айтсақ та болатын шығар. Біраз нәрселерді түзеуі керек, келгеннен кейін бірден спорттық директорды ауыстырып тастаймын деген шешімде отыр екен. Енді Рэдклифф келмей-ақ глейзерлар жарайды. Глейзерлар туралы неше түрлі айтуға болады қазіргі Манчестер Юнайтедтің басшылары жайлы. Бірақ оларға да ренжудің қажеті жоқ. Олар осы Манчестер Юнайтедке Эрик тен Хаг келгелі бері бір 500 миллиондай ақша жұмсаған шығар, бөлінген шығар. 500 миллион ақша деген бір команданы орнынан тұрғызып жіберуге, негізгі төрттікке таласуға жететіндей ақша меніңше. Ал Эрик тен Хагқа барлық еркіндікті берді. Эрик тен Хаг қалай айтады, солай болады деді. Керек десеңіздер, осы Эрик тен Хаг үшін Роналдуны командадан шығарып жіберді, Де Геяны кетіріп жіберді, қазіргі бар Санчоны айтпай қойын, 100 миллион евроға алып, оны да мансабын құртып тастады. Осы Эрик тен Хаг деп санауға болады. Мысалы, ойтып алаңға шығармай қоятындай әңгіме болған жоқ олардың арасында. Енді Эрик тен Хагқа барлық мүмкіндіктер берілді, ақша берілді, басшылық берілді, қалай кімді сатамын деді, сатты, кімді аламын деді, алды. Бірақ енді сол керек нәтижені Эрик тен Хаг бере алмай жатқан тәрізді. Енді бұл жеке менің ойым. Сіздердің ойларыңыз басқа болса, міндетті түрде комментарияға жаза отырыңыздар, достар. Зинедин Зидан қашан қайда бапкер болады деп бәріміз күтіп жүргеніміз анық, бірақ та Зидан мүлдем мамандығын, қызметін ауыстырайын деп жатыр екен. Зидан Марсель клубына директор болып барғалы жатыр екен. Енді директор болғаны қалай болды деп бәріміз де таңғалып жатырмыз, және де марка басылымының айтуынша бұл әңгіме біраз болғанына, және де жақын арада қол қойылады құжаттарға деген ақпараттар бар. Енді сонда бапкер кім болады? Бұл Зидан неге бапкер болмайды деген үлкен сұрақтар талай адамның көкейінде қалып қалатын тәрізді. Меніңше бапкер болғаны дұрыс еді. Бұл тақырбас Эрик тен Хагқа қарағанда өте мықты тақырбас. Бұл бастың ішінде бірдеңке бар. Бұл Реал Мадридпен 3 рет қатарынан чемпиондар лигасын ұтқан тақырбас. Бұл тақырбас жайбас емес, ғұлама тақырбас. Бірақ енді көп жерде айтылады, Реал Мадридтің өзі сол кезде мықты болған еді. Кез келген бапкермен ақ чемпиондар лигасын алып тастайтын құрам еді дегенде ақпараттар бар. Енді соны Зидан өзінің мықты бапкер екенін дәлелдеп, басқа жерде өзін бір тексеріп көрсе, өзін тағы да дәлелдеп кетсе, ғажап болар еді меніңше. Ешкімнің көкейінде күмән қалдырмаса, жай ғана Реалдың мықты кезінде, дер кезінде жақсы орынға сол сәтте барып қалды Зидан дегенде ақпараттар бар, енді жалған емес. Мүмкін Зиданның шынымен де мықтылығы ол. Және де соны сол көкейдегі күмәнді қалдырмай, тағы да бір команданы баптап, тағы да бір чемпиондар лигасын алып тастаса, бәрінің аузына құм құйылар еді. Содан кейін барып директор бола ма, президент болады ма, өзі білсін. Мен өзім жеке басым Зиданды тағы да бір клубта бапкер ретінде көргім келген еді.
Достар, сіздер осы күнделікті қазақша футбол ақпараттарын шығаратын арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұрыннан тіркеліп қолдап жүрген достарға тек қана алғыс айтамыз. Және де күнделікті біз сіздер үшін қазақша футбол ақпараттарын шығарамыз, достар. Ертең кездескенше назарларыңызға рахмет.